Құрметті тыңдармандар, пайғамбарлар жайлы қиссаларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Аюб пайғамбар және ол кісінің басына түскен сынағы жайлы болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де пайғамбарлар туралы өзге де шығарылымдарды қиссалар плейлистынан таба аласыздар. Аюб пайғамбар. Ысқақ пайғамбардың Ғайс деген перзентінің баласы. Аюб пайғамбар атасы Хазіреті Ысқақтың берген батасының арқасында шаңырағына көп берекет дарып, шаңырағы балаға, өрісі малға, қамбасы астыққа, сандығы алтынға толыпты. Кейбір деректерде жары Рахима Жүсіп пайғамбардың қызы екендігі айтылған. Хазіреті Аюбтың ең үлкен сынағы осы көл-көсір байлығы еді. Алайда ол дүниеге еш құмартпады. Хақ тағалаға құлшылық жасауды, Алланы дәріптеуді ол бәрінен жоғары қоятын. Кейіннен Хазіреті Аюбқа осынша байлығы өз алдына Шам жақтағы бір елді дінге шақыру үшін пайғамбарлық міндет беріледі. Алла тағала Құранда төзімділік пен сабырлықта адамдарға өнеге ғибрат еткен пайғамбарлардың бірі Аллахтың елшісі Аюб пайғамбар болатын. Алла тағала Құранда оның, яғни Ибрахимнің ұрпақтарынан Дәуіт, Сүлеймен, Аюб, Юсуф, Мұса және Харунға тура жол көрсеттік деген. Әнғам сүресі 84 аят. Сондай-ақ Ибрахим, Исмаил, Исқақ, Яқуб пен ұрпақтарына және Иса, Аюб, Юнус, Харун және Сүлейменге уақи еттік деп айтқан. Ниса сүресі 163 аят. Алла тағала оны елші етіп таңдап, Шам аймағындағы Құран деген елге жіберді. Тәпсір және тарих ғұламаларының пікірінше, Алла тағала оған көптеген нығметтер тарту еткен. Оның аумақты жерлері, үйір-үйір малдары мен қызметкерлері, ірі-ірі сауда көздері болған. 7 ұл, 7 қыз перзент сүйген, дені сау, бақуатты кісі еді. Шын мәнінде де Аллах оған деген нығметтерін аямаған еді. Сосын Аллах тағала оны төзімділікте өзінен кейінгілерге үлгі-өнеге болу үшін сынауды қалады. Өйткені пайғамбарлар ең көп сынаққа алынатын адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең ауыр сынаққа түсуші пайғамбарлар, сосын ізгілер, сосын сол секілділер және сол сияқты деген. Сөйтіп, Аюб пайғамбар үшін сындарлы кезең басталады. Оның бар мал дүниесі таусылып кембағалға айналады. Бір-бірінің артын алып ұлдары мен қыздары өлім құшады. Сосын Аллах оны ауыр бір дерт арқылы сынақ қалды. Науқасы меңдеп мүлде жүре алмай қалды. Денесі шіріп, еті жидіп түсе бастады. Аурудың жұғуынан қорыққан достардың барлығы одан теріс айналды. Екі жолдасы ғана алыстан сөйлесетін. Тек адал жары оны тастамай, күтіп бағып, тамақтандыратын, жуындыратын. Бір күндері олардың ас ауқатқа жұмсайтын да қаражаттар қалмады. Сонда ол күйеуін бағу үшін адамдарға жалданып қызмет істеді. Аюбтың сырқаты 18 жылға созылды деген дерек бар. Ол өз ауруының азабын айтып ешкімге, тіпті әйеліне де шағымданбайды. Бір күні әйелі оған: "Егер Раббыңа дұға қылсаң, сені бұдан құтқарар еді", дейді. Аюб пайғамбар Аллахқа шипа тілеп дұға қылмайтын. Ол өзінің тағдырына разы еді. Сонда Аюб пайғамбар: "Біз қанша жыл молшылықта өмір сүрдік?" деп сұрайды. Әйелі сонда 70 жыл деп жауап береді. Сонда ол: "Мен молшылықта өмір сүргенімдей, сынақ мерзімі өтпейінше Аллахқа шипа сұрап дұға қылуға ұяламын", дейді. Сонда әйелі үмітсіздікке салынып, бұл сынақ қашанға дейін созылады деп қалады. Аюб пайғамбар ашуланып, осыдан жазылса, оған 100 дүре соғуға Аллахпен ант ішеді. Олардың халі нашарлай түседі. Адамдар Аюбты жұқпалы ауру деп оның әйелін қызметшілікке де алмай қояды. Екеуі аштықта күн кешеді. Бір күні әйелі оған тағам алып келеді. Әйелі оған айтпай бір бұрымын сатқан болатын. Біраз күннен соң тағы да тамақтар таусылады. Әйелі екінші бұрымын сатып азға келеді. Сол кезде Аюб таңданып: "Мұны қайдан алдың? Біреудің үйінде қызмет еттің бе?" деп сұрайды. Әйелі болса: "Жоқ" деп жауап береді. Аюб қайдан алған айтпаса, тамақты жемеуге ант ішіп отырып алады. Сонда әйелі басын ашады. Қараса, жарының қос бұрымы да қырқылған екен. Сонда барып Аюб Раббысына: "Маған бір пәле келді.
сен рақым қылушылардың ең рақымшылдысың деп үн қатады. Бұл да болса ашық дұға емес еді. Бар болғаны тек өзінің жағдайын жеткізді. Алла тағала басқа бір аятта: құлымыз Аюпты есіңе ал. Сол уақытта ол Раббысына: мені шайтан бейнетпен азапқа ұшыратты деп үн қатты деген. Яғни ол бейнетпен азапты шайтанға теліп Аллахты бұдан пәк етіп көрсетті. Сондықтан дұға еткенде жамандық саған тиісті емес деп айтылады. Аюптың сауығуы. Алла тағала оның үндеуіне жауап қатып, оны бәледен арылтты. Құдірет иесі оған: аяғыңмен жерді теп, міне саған шомылатын әрі ішетін салқын су дедік делінген. Сад сүресі 42 аят. Хақ пайғамбар осы бұйрықты алғаннан кейін дереу жерді теуіп қалып еді. Жер астынан мөп-мөлдір су бұрқылдап шыға бастады. Ол сол суға шомылып, қанғанша ішіп мейірін қандырды. Сонда Хақ тағала шипасын беріп, қанша жылдық науқасынан бірден айығып бұрынғы қалпына келді. Қаншама жылдан бері тартқан азабы көрген түсте өте шықты. Аюп пайғамбардың осы суға түсіп емделуі кейінгі ұрпаққа дәстүр болып қалды. Ғұламалар Аюп суға шомылған уақытта оның сыртқы науқасы, ал ішкенде ішкі науқасы жазылды дейді. Бұл Алла тағаланың берген нығмет еді. Оның денсаулығы қалпына келіп, әуелгіде сап-сау қалпына келеді. Әйелі келгенде оны танымай: сен Аллахтың бір сырқат пайғамбарын көрмедің бе? Аллахпен ант етемін, сен оның сау кезіндегіге қатты ұқсайды екенсің деп сұрайды. Аюп пайғамбар: мені танымадың ба дейді. Сен кімсің деп сұрағанда әйелі: мен Аюппын деп жауап қатады. Алла тағала оған отбасылық игілігінде қайтарды. Ибн Аббас: Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Алла тағала онымен қоса әйелін де осындай үлкен сынақтағы зор шыдамдылығы үшін құрметтеп, оған жастығын қайтарды. Ол Аюпке 26 ұл қыз туып берді деген. Бізден бір рақымшылық, сондай-ақ ақыл иелеріне үгіт ретінде оған отбасын және олармен бірге тағы сондай еселеп бердік дейді. Сад сүресі 41 аят. Алла тағала оған қайтадан дәулет берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Аюп пайғамбар жалаңаш шомылып жатқанда көктен оның үстіне алтын шегірткелер төгілді. Аюп пайғамбар оларды киіміне жинап ала бастады. Сонда Раббы соған: ей Аюп, сені көріп тұрғаныңа мұқтажсыз қалмап едім деп үн қатады. Сонда Аюп пайғамбар: әрине, құдіретіңмен ант етейін, бірақ мен өзіңнің берекетіңе мұқтажсыз емеспін дейді. Яғни ол шегірткелерді Аллахтың берекеті деп жинаған еді. Сондай-ақ Алла тағала оның әйеліне де жеңілдік беріп: қолыңа бір топ ши алып, сонымен бір ұр, антыңнан қайтпа дейді. Яғни Аюп пайғамбар: жазылсам әйеліме 100 дүре соғамын деп ант еткен еді. Сондықтан Алла тағала оған 100 талшықтан тұратын бір топ шиді алып, онымен әйел бір рет қана ұруды әмір етті. Сөйтіп, ол Аллахтың алдындағы антын да орындады. Алла тағала Құранда: Аюп Раббысына: маған бір бәле келді, сен рақым қылушылардың ең рақымшылысың деп үн қатты. Сонда тілегін қабыл алып, ондағы науқасты айықтырып, сондай-ақ оған құлшылық қылушылар үшін ғибрат етіп, әрі өз алдымыздан мейірім ретінде отбасын және олармен бірге тағы да сондай еселеп бердік деген. Әнбия сүресі 83-84 аяттар. Шынында оны сабырлы көрдік. Ол не деген жақсы құл еді. Ол өте бойұсынғыш деген. Сад сүресі 44 аят. Аюп пайғамбардың қиссасынан алынатын өнеге Алла тағала сынақтың ең үлкенін өзінің ең сүйікті құлдарының біріне беріп, одан кейінгілер үшін ғибрат қалдырды. Бұл өмірде адамның дүниелік 3 байлығы бар. Олар байлық, нәсіл, денсаулық. Һәм бұл үшеуі пендеге берілген негізгі сынақтар. Көбінесе бұл фәниде осы 3 сынақтан көптеген жұмыр басты пенделер сүрініп кетіп жатады. Мысалы, біреуге байлық беріледі де, көп ұзамай бір сәтте жоғалтып тақыр кедей болып шығады. Ол сонда
Кейде осы сынақты көтере алмай хақ тағалаға қарсы шығады, яки өзіне қол жұмсап шыбынжаны мәңгілік азапта шырқырайды. Ендеше Аюп пайғамбардың сабырлығы осындай жандарға өнеге. Аюп пайғамбар өзіне берілген міндеті толық орындады. Кейінгі ұрпақтарға сабырлықтың өшпес өнегесін қалдырды. Көктен түскен уақыт тоқтап, мерзімі біткен шақта өмірден озып Раббысына қайтты. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.